Абақтыға шапқаны, қиын емес, дарға асқаны атқаны. Маған қиын осылардың бәрінен, өз ауылымның иттер үріп қапқаны. Біздің көзіміз орыс оқуы, орыс тілі арқылы ашылды. Ал Қарқаралыдағы Ахмет Байтұрсынов дейтін мұғалім басқаратын училищеде ылғи қазақ балалар оқиды. Олардың арасында тіпті бірде-бір орыс баласы жоқ. Оқитын балалар бар, бірақ Байтұрсынов ұлтшыл болғандықтан әдей алмаған. Ал жақында сол мектепте білім алатын қазақ шәкірттері сырттан келген бір баланы жабылып сабапты. Ахметті бірінші думаның мүшесі Әлихан Бөкейханов қолдайды. Ол да оған сүйеніп қазақ дәстүрін үйретеді. Үкіметке қарсы ғайбат сөздер айтады. Ахмет басқарған қазақ газеті қазақ тілін бірінші орынға қояды. Балаларға осы тілде білім беруге күттейді. Ахмет тіпті орыс сөздерін де менсінбейді. Көп сөздерге қазақ тілінде балама тауып, балалардың санасына солай сіңіртуге тырысады. Қазақ газетін шығарушы Ахмет Байтұрсынов һәм Міржақов Дулатов өздерінің агенттері һәм школдағы шәкірттер арқылы қазақ халқын өкіметке қарсы тұруға құтыртып жатыр. Түрік пен неміс орысты жеңіп тұр. Қамсыз қалмаңдар, кезі келді. Қимылдап қалыңдар деп жол береді. Іші лас, сарты таза залымдардың арбауына алданба бауырларым, есіңді жый. Далам қайда, еркін көшкен ел қайда, бөте келіп ел қайда, шағалы көл қайда. Маның алдауда, жаның арбауда, жақының қамауда. Тілің құрсаулы, адымын тұсаулы, лақ құрлы бақырмай, өлемсің япырмай. Атып тастаса да обал жоқ еді. Қазақтар өзара автономия құрғанда да осы Ахмет Байтұрсынов алғашқы оқу комиссары болды. Тіпті коммунистік партияға кіріп алды. Бірақ осы кісінің бір оққағары бар ма? Әйтеуір қайма қазақтар арасында ғана емес, білікті басшылар да онымен санасады. Беделін мойындайды. Ахметті, мәдениетті, зиялы адам деседі. Олай деуге аузым бармайды. Өйткені ол кемеңгер орыс халқының мәдениетін мойындамайды. Тіпті аузына да алмайды. Қазидік қатар ұшып қаңқылдаған, Сахара көлге қонып салқындаған. Бір өртке қаудан шығып душар болып не қалды? Тәнімізде шарпылмаған. Алаштың адамының бәрі мәлім кім қалды? Таразыға тартылмаған. Ей, бейшара пенде, сені мен кештім. Ар алдында, дар алдында тұрғандай жауап бере алсам болғаны. Сені сатқандыққа итермелеген заман ба? Әлде адам бойындағы қанағатсыздық пен тойымсыздық па?
өзгенің талантын көре алмаушылық па? Ол жағын кесіп айта алмаймын. Тек артыңда ұрпақ қалса, олар атасының ісінен жиренсің, жақсылықты үйренсін, опасыздықты талақ қылсын. Оқысам, білсем, үйренсем деген талап болсын. Арамдықты адалдық женетін болсын. Адам баласы бір-біріне сенетін болсын дегім келеді. Қайран, ұстаз, толқыды ма, көзін көріп жарықтың. Саған деген сағынышы басылған жоқ халықтың. Қалғып жатқан қалың жұртты қоңырау боп оятып, елдің мұның жоқта аялар ер барлығын таныттың. Жалғыз ауыз жақсы жырды сафалтыңдай балаған, сөзің балдай, өзің таудай, жан екенсің аға жан. Қасіреттен түсті басым, тауқыметті тағдырын, қасиетті өз орныңды алдың бүгін арадан. Абақты Ахмет темір тордың ар жағында. Терезенің алдына 15-16 жастағы қыз келе. Аға, сізге тамаға келіп едім. Рахмет қарындасым. Қарным аш емес. Маған осы араның ас суы да жетеді. Бір тілім нан мен қатықсыз қара су ас болып жарта ма? Ас адамның арқауы деген ішіп алыңыз. Рахмет айналайын. Қарнымның ашқанын емес, қадірімнің қашқанына жылаймын деген екен бұрынғылар. Тапқан таянғаның өз басыңа жетпей тұрып, мұның не жаным ау? Бұдан бұлай маған тамақ әкелмей қой. Жоқ аға, қолымды қақпаңыз, ниетімді қайтармаңыз. Өзіңізге деген ықыласым ғой. Сіз халыққа керек адамсыз. Оны қайдан білдің? Ел құлағы елу емес пе? Өзіңді осы түрме ішінен бұрында көрдім. Есімің кім қарындасым? Есімім Александра. Әке шешеден ерте айырылған соң осы түрменің еденін жуып күнкөріс жасап жүрмін. Тағдыр ісіне не шара? Ықыласыңа тағы да рахмет қарындасым. Ендеше маған тағы да бір жақсылық жаса. Мына жазған оқығандарымды бір таныстарыма апарып беру керек еді. Аға, сіздің өтінішіңізді орындау мен үшін үлкен құрмет, үлкен абырой. Бұл өтінішіңізді бұлжытпай орындаймын. Ендеше ертең бір айналып соқ. Мен барлығын дайындап қоям. Жақсы аға, сау болыңыз. Сау бол айналайын. Киіктің асығындай бала екен. Мінезі де, тіпті мүсіні де іңкәрден алынбайды. Ақкөлдің жағасына, Аққұмның даласына қайтып келем деп уәде беріп едім. Жаралы жанымды қалай жұбатайын? Жүректегі сапыраңды қалай кетірейін? Тар қапаста даланы аңсасам да, елді сағынсам да, көз алдымда іңкәр тұрады. Аққұмның бір қызы бар іңкәр атты, сөзі бал алуан шекер, балдан тәтті,
Қостанай өңірлік университетінің бірінші курс студенті Калиева Мадина. Ақылбек Шаяхмет Шоқанның шері пьесасының үзіндісі. Бірінші көрініс. Күнтемес ауылы, келін қайын өскен орман, көк шалғын. Алыстан мешіттің мұнарасы көрінеді. Шоқанжан, мына асықтарыңды ұмытып кетіпсің ғой. Жаңа ғана асық ойнаймын демеп пе едің? Апа, көзіме керегін алғанмын, алаң болмаңыз. Айналайын, дауысынан айналдым. Келіңдер балдар, әйкерек ойнайық. Ал екіге бөлініңдер. Қолдасып тұрайық, қатарыңды нық ұста. Ай керек, айдан кейін. Жан басына жан керек, қанжығадан қан керек. Бір атаның ұлы едік, бір құдайдың құлы едік. Анау тұрған жайнақ керек. Бұл жолы сап бұзылып, бір бала қарсы жақтың тобына қосылады. Ай керек, ағын суға сай керек. Ай керек, бізден сізге кім керек? Ай керек, ағын суға сай керек. Жеткіншекке тай керек, сізден бізге Шоқан керек. Жүгіріп келген бала кеудесімен қолдасып тұрған балаларды қатты соқса да, бұзып жарып өте алмады. Одан да асық ойнайық. Топ бала ханталапай, сақа ату секілді ойындарды ойнай бастайды. Менің асығым алшысынан түсті. Менікі тәйкі. Маған қараңдар. Алтын сақамды лақтырдым. Алшы ма, әлде тәйкі ма? Бөкпе, шікпе, нық тұрмын. Не де болса мәртебе. Бір дегенім бүк, екі дегенім шік, үш дегенім алшы, төрт дегенім тәйкі, бес дегенім сақа, енді мені байқа. Осы кезде дауыс естіледі. Шоқанжан, бері кел, асық ешқайда қашпас. Одан да пайдалы іс жаса, ана сандықты бері алып кел. Онда не бар әке? Аш, не бар екенін қазір көресің. Мына қағаздар Жаманқұл ақынның жазып алған жырлар. Сен хат танисың. Енді осылардың бәрін әдемілеп, қайтадан көшіріп жаз. Ойын баласы емес пе? Одан да ойнап қайтсын әкесі. Ай жоқ, 7 жасқа келгенде 7 жұрттың тілін білгені жөн. 5 жасында хат таныды. Қазір емін еркін жазып оқи алатын дәрежеге жетті. Аталар сөзі құлағына құйыла берсін. Көшіріп жазған жыр оның миында жатталып қалады. Міне кеше ғана көшіріп жазғаның Бұхар жыраудың Абылай хан туралы толғауы. Оқы. Көпшек саңды күреңді табияға жаратқан, 40 сан қара қалмақты жарлығына қаратқан, айбалтасын алтын менен бұлатқан, алафасын арттырып арпалап атты құнатқан, еңсесі биік бозорда салтанатқа орнатқан, шаңырағын торлатқан, тоқпағын соң алтыннан соқтырып, нақара күміс шаптырып, былғары сынап піштіріп, шынаяқпен іштірген, орындығын оймыштап, ойлап нақыш салдырған, сандығын сары алтынға малдырған, көшсе 40 арталмас, 40 мың атан тарталмас, қызыл аяқ мал жиып, қалы жасын алдырған. Алғын шығын арқалап, бетіне бедер қамқа салдырған, туырлығын қарагіс, толылы бір түңлігін ұшығадан ұстатқан, байтағын байып мал беріп, байрақты жерге қыстатқан, әділдігін наушыран, ғаділге жеркерген, жомарттығын атымтай, жомарттан өткірген. Күнде мейман күзетіп, кесек-кесек ет берген, имандының ісіне қарап бет берген. Бір құдайдың дидарын, сен көрмесең кім көрер, табандасқан дұшпанға күнінде қылыш шауып өткірген. Ақылбек Шаяхметов қазақ қызы, білім алдың жоғары, ару едің, ұстаз болдың саналы, сүйікті жар, әже болдың ақылды, ел ішінде еңбегің де бағалы, төтеп бердің тағдырдың сан сынына, арқау болдың ақындардың жырына, қазақ қызы қасиетіңнен айналдым, ана болдың қазақтың қыз ұлына. Қазақ қызы ұйтқы болдың ұлтыма, тірек болдың дінім менен ғұрпыма. Шетке кетсең жақын қылдың алысты,
қиналсаң да шығармадың сыртыңа. Армысыздар, құрметті кітапхана қонақтары, әділ-қазылар алқасы. Сайысқа қатысушылар: Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Махмұт Қашқари атындағы және Алаш халықаралық сыйлықтарының иегері, Қостанай облысының құрметті азаматы, ақын, жазушы, драматург, көсемсөзші, журналист Ақылбек Қожаұлы Шаяхметтің 70 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған байқаудың мақсаты мерейтой иесінің өмір жолы мен шығармашылығын оқырмандарға таныстыру, еңбектерінің ұлттық әдебиетке қосқан үлесін айқындау және әдеби мұрасын насихаттау еді. Дархан дарын иесі тақырыбында өткен көркем сөз оқуы оқырмандардың кітап оқуына жасалған жағдайлардың бірі. Көркем сөз оқуына қатысушылардың жас ерекшеліктері 16-30 жас аралығында болды. Екі кезеңнен тұрған байқаудың іріктеу кезеңінің бірінші сатысы бойынша үміткерлер Ақылбек Шаяхметтің өздері таңдаған бір прозасынан үзіндіні мәнерлеп оқуы бойынша түсірілген бейнебаян мен байқауға қатысуға өтінішті 25 ақпан мен 25 наурыз аралығында ұйымдастырушыларға жолдаған болатын. Сайысқа қатысуға белсенділік танытушылар талапқа сай іріктеліп, бірінші кезеңнің екінші сатысына 11 қатысушы өтіп, сайыс бұдан әрі қарай 11 қатысушының арасында жүрді. Екінші сатысында Ақылбек Шаяхметтің байқау ережесі бойынша берілген 10 өлеңінің атауын нөмірленіп орналастырылып, қатысушы кез келгенін суырып, сол сәтте мәнерлеп жатқа оқып берді. Іріктеу кезеңінің үшінші сатысында қатысушылар ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы викториналық сұрақтарға жауап берді. Екі кезеңнен тұрған байқау қазылар алқасы мен қатысушылар арасында онлайн байланыс орнату арқылы көзбе-көз өткізілді. Еңбегі мен елге сыйлы болып жүрген абзал азамат, Қазақстанның еңбек ері, кәсіпкер меценат, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы Алмат Жанәділұлы Тұрсынов Дархан дарын иесі атты аталмыш көркем сөз байқауына демеушілік жасап, барлық қатысушылар бүгін ақшалай және естелік сыйлықпен марапатталады. Қатысушыларды марапаттауға мерейтой иесін ортаға шақырсақ. Құрметті қатысушылар, биылғы наурыз құтты болсын бәрімізге. Сиыр жылы босағадан кіріп жатыр. Сол төлді болсын, сүтті болсын, ақбол болсын деген тек айтқым келеді. Енді ұлы айтқан ғой, өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегі жұмыр белсін айналасы. Соның әдебиетке құмар, поэзияны жанындай жақсы көретін балалар бар екен. Мен соған өзім басым қатты қуандым. Мына әділ-қазылар алқасының құрамына мені де шақырған екен. Соның үшін ең алдымен бейне таспаларыңызбен танысты. Жақсы, әрине кібіртіктеп қалған көшірелері дейді, ол үшін ұмытып қалған да балалар болды арасында. Бірақ солардың арасынан 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар дегенде іріктеліп, мінекей біраз адамдар жүлделі орынға ие болып отыр. Жүлделерің құтты болсын, жортқанда жолдарың болсын, жолдастарың қыдыр болсын. Енді жаңағы жүлделерді тапсырайық. Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Махмұт Қашқари атындағы және Алаш халықаралық сыйлығының иегері, Қостанай облысының құрметті азаматы, ақын, жазушы, драматург, көсемсөзші, журналист Ақылбек Қожаұлы Шаяхметтің 70 жылдық мерейтойына орай өткізілген Дархан дарын иесі атты қалалық көркем сөз байқауында белсене қатысқан үшін Бейбітова Нұрай Ақшырын айтсам болады, рахмат болсын. Биіктен көріне бер. Ерасыл Тұрай. Бұл енді мәнерлі сөз номинациясы деген номинация белгілеген екен. Жаңғыз ер бала. Ол өзі көріп отыр ма? Бұл әке жалғыз ұл екен өзі, қыздарына құтты болсын. Кейін тапсырасың. Бала болса. Енді Жүніс Балауса мағыналы сөз номинациясы бойынша. Бағасы жоқ, жарайды, ақшасы өздері кәдеге жаратады ғой. Санын айтпай-ақ қояйық, өте көп ақша емес. Әйтеуір сіздерге деген бір ілтипат қой. Енді мына байқаудағы жоғары нәтиже көрсеткен үшін
Кім мына арада? Айдан. Айдан ғой, міне айтпақшы Айдан аға, мен мына арада өзім шығарған кітаптарымды оқып жүрсін. Қайда жүрсеңде жолың болсын. Ойлаған мақсатына жет деп, мына ол дейді. Мына махаббат туралы үйренді. Мынау екінші орын енді, бұл бізде екінші орынға ие болған Мәдина Қалиева бар ғой. Мәдинаға енді мен мына оңашадағы оқшы ойлар деген биыл жаңа шыққан кітап. Әлі жұрт оқып үлгерген жоқ. Сіз бірінші оқырман боласыз. Енді бірінші орынға ие болған қызымыз. Немен жазған адам дұрыс көрілмейді. Дүйсенбай Ақбота ма? Ақбота бар ғой. Дүйсенбай Ақбота. Сен қарындасың ба? Апам ғой. Мынау енді Түркияда Айдана деген фестивальға қатысқан, мен Адана деген қалада. Сонда мына латын әрпімен терілген ішінде менің өлеңдерім бар. Мына өзі бірнеше түрік қазақ тілінде шыққан кітап. Тоже, пожалуйста. Енді анау алып кетті ма? Баш жүлдеге мен мына арада бұған да жаңағы Алмат Тұрсынов ағаларының демеуші болған. Мынау Күзгі көңіл деген менің ең үлкен кітабым биыл шыққан. Оны баш жүлде иесіне табыстарсыңдар. Ал енді құтты болсын. Араларынан бір тілек айтам дегендерің болса. Болады? Сен көрінер екен. Және де Ақылбек ағай 70 жасыңыз мерейтойыңыз шын жүректен құтты болсын, деніңіз сау болсын, осындай бізге үлгі тұтарлықтай осындай керемет туындыларыңыз одан да жарық көре берсін деп мен барлықтарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Саламатсыз, құрметті қатысушылар және радиоқазы мүшелері, және соның ішінде Ақылбек ата, сізді мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Осылай біздің жастарға үлгі болып жүре беріңіз, 70-дің тағы жартысын жасаңыз, ол сізге артық етпейді. Халықтың қалаулы, елге елеулі, халыққа қалаулы азаматсыз. Одан мен ары қарай өзіңіздің шабытыңыз ары қарай жетіп, басқа да оқырмандарға, келер ұрпаққа қалдырар сіздің жаңағы өнеріңіз көп болсын. Осылай ортамызда сыйлық азамат болып жүреді. Рахмет. Енді амандық болса, мына індеттен құтылса, басшылармен келісіп, жастар сарайында июнь айының 17 күні мен шығармашылық кешім өтеді. Қолдарын тисе, соған келіңдер, интернетте бір хабарландырулар болады ғой. Разрешите нам ваш юбилейный год поздравить вас. Вы всегда радуете нас своим творчеством. Молодежь с вами начинает только знакомиться. Для некоторых вы стали большим открытием. Желаю вам бесконечного здоровья и творческого долголетия. Радуйте нас дальше. Вот такой витаминный букет. Я хотела бы пару слов сказать. Красиво сделано. Молодежи, вам посчастливилось. Участие в конкурсе вам предоставило возможность познакомиться не только с творчеством, но и с самим автором. Это вы будете вспоминать всю жизнь. Это для вас большой опыт, большой урок. Радуйте своим творчеством, не останавливайтесь на достигнуто. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо вам. Ақылбек Қожаұлы, сізді биылғы 70 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Үлгі тұтар жандардың бірісіз. Қаламыңыз талмасын, әлемдегі 4 құбыласы тең ең бай адам сіз болыңыз. Орныңыз төрде, өлеңіңіз өрде болсын. Бастысы басыңыз аман, бауырыңыз бүтін, төңірегіңіз түгел болсын. Ғасыр жасаңыз, жырларыңыз да ғасырдан ғасырға жасай берсін. Рахмет. Алла разы болсын.